Hello, my dear students. How are you today? Сәлеметсіңдер ме менің қымбатты да қадірлі оқушыларым? Қалдарың қалай? Today's our lesson is called Hello Again. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Hello Again деп аталады. Previous lesson. Яғни біз жаңа сабақты бастамастан бұрын өткен сабақты қайталап өтуіміз шарт. At previous lesson, we talk about greetings and learn new words. Біз бұрынғы сабақта сәлемдесулерді өткен болатын және жаңа сөздерді үйрендік. Let's remember them and translate into Russian and Kazakh. Оларды есте сақта және қазақ және орыс тілдеріне оқып, аударып түсін. The first word is stand up. Бүгінгі бірінші біздің сөзіміз stand up, яғни орныңнан тұру. The next, sit down, отыру. Open your book, кітапты ашу. Close your book, кітапты жабу. Балалар және бір рет осы сөздерді қайталап өтейік. Stand up, sit down, open your book, close your book. Excellent. Өте жақсы. The next. An activity to present and activate the new greeting words. Бізде өткенімізде hello деген сөз, яғни сәлем сөзді көптеген сөздермен мағыналас, яғни сәлемдесу сөздермен мағыналас болып келеді. Мысалы, hello, hi, яғни екеуі де сәлем деген мағына білдіреді. Енді goodbye. Goodbye деген бұл жалпы қоштасу мағынасы, яғни сау бол немесе көріскенше деген мағынаны білдіреді. Яғни біз көріп тұрғанымыздай мына слайдта hello сөзімен қатар біз мына сөздерді көп қолдансақ болады. Мысалы, біз таңертең тұрған кезде қайырлы таң деп айту үшін, біз ағылшынша қайырлы таң деп айту үшін мына сөзді қолданамыз. Good morning. Good morning. Бұл қайырлы таң деп аталады. The next, good afternoon. Бұл сөз қайырлы күн. The next, good evening. Бұл сөздің мағынасы қайырлы кеш деген мағына білдіреді. Біз ең ақырғысында біз ұйқыға жату үшін good night, яғни қайырлы түн деген сөзді қолданатын боламыз. The next slide is, біздің келесі слайдымыз greetings, яғни амандасу. Біз білетіндей көптеген адамдар, көптеген халықтар жер бетіндегі әртүрліше амандасады. Біреулері басында бас киімін шешіп амандасады, біреулер қолымен амандасады. Мысалы, шығыстың халқы жапондар бастарын иіп сәлемдеседі екен. Яғни біздің жер бетінде әртүрлі мәдениет өкілдері, әртүрлі ұлт өкілдері болғандықтан амандасу түрі сол үшін өзгеріп отырады. The next. Бүгінгі біздің бірінші сөзіміз hello, яғни сәлем деп аталады. Орысшада біз привет дейміз, е? Hello, сәлем. The next, келесі. Hello. Біздің келесі сөзіміз so nice to meet you. Мен сені көргеніме өте қуаныштымын деген сөз. Яғни біз бір адаммен амандасқан кезде hello деп амандасамыз, содан кейін бір-бірімізге hello, яғни сәлем деп болған соң so nice to meet you. Мен сені көргеніме қуаныштымын деп айтатын боламыз. Және бір рет балалар қайталайық. So nice to meet you. Мен сені көргеніме қуаныштымын. The next. Good morning, friend. Қайырлы таң, менің қадірлі досым. Яғни біз қайырлы таң дегенде, біз көптеген адамдарға таңертең тұрған кезде қайырлы таң деп атаймыз, е? Ал ағылшында да сол сияқты good morning, friend, яғни қайырлы таң, досым деп айтады екен. Good morning. Қайырлы таң. The next, келесі. Яғни мына суретті көріп тұрғандарыңыздай күннің, яғни ортасы, яғни түс уақыты, е? Біз түс уақыты келген кезде не деп айтады екенбіз? Good afternoon, дұрыс, яғни қайырлы күн деп атайды екенбіз. Міне, слайдта көріп тұрғандарыңдай good afternoon сөзі болды. The next, яғни балалар бұл қай мезгіл? Әрине бұл кеш мезгілі, яғни күн батқан уақыт. Бұл күн батқан уақытта біз мына сөзді қолданамыз. Good evening. Good evening, яғни қайырлы кеш деген сөз. The next, келесі.
Біз ұйқыға жатқан кезде бір-бірімізге қайырлы түн тілеуіміз қажет. Ол үшін біз ағылшынша айтуымыз үшін біз good night сөзін, яғни қайырлы түн сөзін қолданамыз. Good night, қайырлы түн. The next, біз сәлемдескен соң біз міндетті түрде қоштасуымыз қажет. Қоштасу үшін біз ағылшынша goodbye, яғни сау бол немесе көріскенше сөзін қолданамыз. Goodbye. Және бір қоштасу үшін біз және бір сөзді қолданамыз. Бұл сөз see you soon, көріскенше деп аталады. See you soon, көріскенше. The next. And we will work with our book. Енді біз өзіміздің кітаптарымызбен жұмыс жасаймыз. Open your books at page 6. Кітабымызды алып жанымызға 6-шы бетті ашайық. There you can see the shapes. Бұл жерде, яғни сендер пішіндерді, яғни фигураларды көріп тұрсыңдар. Name each shape in your language. Өз тіліңде әр фигураның атауын айт дейді. Бұл мына жерде біз көріп тұрғандай тік төртбұрыш, үшбұрыш және квадрат және дөңгелек көріп тұрмыз, иә? The next, new words. Бүгінгі біздің жаңа сөздеріміз. Circle. Circle дегеніміз бұл дөңгелек. The next, square. Square, яғни квадрат, немесе қазақша шаршы деп атаймыз. Rectangle. Rectangle бұл тік төртбұрыш. Triangle бұл үшбұрыш. Және бір сөздерді қайталап өтейік. Circle, square, rectangle, triangle. Good job. Өте жақсы қайталадыңдар. The next, келесі. Read correctly. Балалар, бір нәрсе сендердің естеріңде болсын. Мына сөздерді біз дұрыс оқи білуіміз керек. Және осы сөздерді дұрыс оқып қана қоймай, дұрыс айта білуімізді қажет. The first, біріншісі. Triangle, triangle, square, square, circle, circle, rectangle, rectangle. Good job, excellent, my dear students. Өте жақсы қайталадыңдар менің қымбатты оқушыларым. The next. Енді біз кітаппен кішкене жұмыс жасайық. Let's read the dialogue. Open your books at page 8, exercise 7. Кітаптарымызды ашып, 8-ші беттегі 7-ші жаттауды орындайық. Яғни бұл бетте сендер жоғарғысында біз қайталап өткен фигураларды көріп тұрсыңдар. Яғни circle, дөңгелек, square, шаршы, яғни квадрат, triangle, үшбұрыш, rectangle, тік төртбұрыш. Мына жерде сендерге өте көптеген сөздер берілген. Мысалы, ready, дайын, yes, иә, look, мынаған қара, what's the matter, не болды, help, көмектес, stand in, осында тұр, now, қазір, let's go, бірге барайық. Яғни бұл жаттығуда, 7-ші жаттығуда сендер тыңдайсыңдар және оқисыңдар. Мына жерде диалогтарды оқисыңдар. Сендер диалогтарды оқу үшін мына сөздердің аудармаларын білулерің керек болып табылады екен. Біз кітаппен өте көп жұмыс жасауымыз керек, себебі кітап бұл білімнің көзі болып табылады. It's over, my dear students. We have finished our topic, our lesson. Иә, біз бүгін біздің керемет тақырыбымызды аяқтадық. Your home task is to learn by heart new words. Сендердің бүгінгі тапсырмаларың үй жұмысы жаңа сөздерді жаттап келу. I think that you liked my lesson. Менің ойымша, менің сабағым сендерге ұнады. Goodbye. See you soon, my dear children. Қош, сау болыңдар, менің қымбатты оқушыларым.